Қайырлы күн, 7-ші сынып білім алушылары. Қазақстан тарихы пәнінен біртұтас халық жасағының құрылуы тақырыбын қарастыруды әрі қарай жалғастырамыз. Сабақтың барысында сіздермен бірге Қарақұм және Ордабасы құрылтайларының тарихи маңыздылығын талдаймыз. Бұланты шайқасынан кейінгі қазақ хандығының ішкі-сыртқы ахуалындағы өзгерістерге баға беретін боламыз. Әуелі тақырыпқа қатысты бейнероликті зейін қойып көрейік. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз жерімізге жоңғарлар шапқыншылық жасаған сонау көне дәуірге саяхатқа аттанамыз. Қазақтар мен жоңғарлар арасында бірнеше елеулі шайқастар болды. Соның естелігі ретінде шайқас өткен жерлерге мемориалдық кешендер мен ескерткіштер орнатылды. Бұл жолы біз Бұланты шайқасы монументі туралы сөз қозғамақпыз. Сонымен 18 ғасырдың бірінші ширегі қазақ халқының тарихындағы ең қиын кезеңдердің бірі болып саналады. Жоңғар хандығы күшейіп, көршілес елдерге жиі шабуылға шыға бастайды. 1723-25 жылдары олар Қазақстан мен Орта Азияға басып кірді. Қазақ рулары мен тайпаларының басына үлкен қауіп төнді. 1726 жылы Ордабасы аймағында қазақ рулары мен тайпалары өкілдерінің жиналысы өтті. Бірыңғай халықтық жасақ құру туралы шешім қабылданды. Басшы болып кіші жүздің ханы Әбілқайыр тағайындалды. Атақты Бұланты шайқасы 1727 жылы Бұланты мен Білеуті өзендерінің арасында Ұлытау тауының маңындағы жазықта орын алды. Бас қолбасшы Әбілқайыр хан болды. Сондай-ақ Семеке, Әбілмәмбет, Көкжал, Барақ, батырлар Санырақ, Бөгенбай, Қабанбай, Шақшақ, Жәнібек, Тайлақ, Олжабай сияқты хандар мен сұлтандар өз әскерлерін басқарды. Әбілқайыр хан 30 мыңнан астам салт атты жинап, қазақтың 300-нің жауынгерін біріктірді. Қазақ әскері жоңғарлардың 40 мыңдық әскерімен кездесіп жеңіске жетті. Бұланты шайқасы монументі шайқас өткен Бұланты өзенінің маңындағы Үйтас алқабында тұрғызылды. Ескерткіш авторы жезқазғандық мүсінші Шағиба бен Сейткенов. Монументтің құрылысына Қазақмыс корпорациясы демеушілік жасап 7 миллион теңге бөлген. Жеріміздің найзаның ұшы, білектің күшімен қорғап қалған ата-бабамызды ұрпақтары мәңгі есте сақтайды. 7 метрлік стелла қазақ руларының бірігуін білдіреді. Ескерткіштің жоғарғы бөлігінде ұшы аспан тіреген найза белгіленген. Ескерткіш жезден және мәрмәрдан жасалған. Төменгі бөлігінде периметр бойынша қойылған 4 дөңгелек қалқан бар. Сәулетшілер ойлағандай бұл кешен Бұланты шайқасы батырларын еске алу рәсімі өтетін орынға айналуы тиіс. Стелланың айналасында мәрмәрдан жасалған 4 ескерткіш бар. Онда шайқасқа қатысқан 30-дан астам батырдың есімі қашалып жазылған. Бүгінде тарихшылар шайқас мұрағатын мұқият зерделеуде. Кейбір мәліметтер нақтыланып, шайқасқа қатысқан басқа да батырлардың есімдері белгілі болуда. Мүмкін болашақта 18 ғасырдағы шайқасын жаңа қаһармандарының есімдері жазылған басқа да ескерткіштер пайда болуы мүмкін. Монументке жақын жерде өзеннің оң жағалауында қола дәуірінде ерте темір дәуірі мен орта ғасырларда жартасқа салынған суреттер бар. Мұнда аңдар мен жануарлардың, аңшылық көріністердің, адамдар мен арбалардың бейнелері сақталған. Осымен онлайн сабағымыз аяқталды. Енді дәстүр бойынша сұрақтарға жауап берсіңдер. Бірінші сұрақ: Бұланты шайқасы қай жылы болды? Екінші сұрақ: Бұланты шайқасы ескерткішінің авторын атаңдар. Үшінші сұрақ: Бұланты шайқасында қазақ әскерін басқарған бас қолбасшыны ата. Тапсырма.
Мәтінді мұқият оқимыз. Бұланты шайқасында қазақ әскерінің жеңіске жету себебі неде? Шайқастың тарихи маңыздылығы қандай? Кестеге оқиғаның 5 маңызды тұсын атап жазыңыз. Тапсырма. Картадан Қарақұм, Ордабасы құрылтайлары және Бұланты шайқасының орындарын тауып, кескін картаға белгілеңіз. Және неліктен оқиғалардың осы аймақтарда өткенін түсіндіріңіз. Тапсырма. Отан соғысы барысындағы Қарақұм, Ордабасы, Бұланты үштігі қазақ тарихындағы аса маңызды тарихи оқиға болғандығына көз жеткіздік. Бұл оқиғалар ел бірлігін нығайтуға қаншалықты ықпал ете алды? Қарақұм, Ордабасы құрылтайларын, Бұлантыдағы жеңісті ел бірлігінің белгісі деп айта аламыз ба? Төменде берілген дәйек сөздерді оқып, өз пікіріңізбен бөлісіңіз. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауапты белгілеңіздер. Үйге тапсырма. Тақырыпты зерттеу барысында алған біліміңізді негізге ала отырып, Қарақұм және Ордабасы құрылтайларының тарихи маңызын салыстырыңыз. Осы оқиғалардың қайсысы маңызды деп ойлайсыз? 8-10 сөйлемнен тұратын ой толғау жазыңыз.